окушу азыр ЛРТда өнер көрсөткеле жатыр. Ендеше әріптесimiz Алламен тікелей байланысқа шығайық. Алла, сіз эфирдесіз. Керемет атмосфера ерекше екен мұнда. Қымбат көрермен, бұл шабыт ансамбльдің өнерлі өрендері тамаша, әдемі көңіл күй сыйлап жатыр дәл қазір. Мінекей біз енді Астананың керемет жерлерін көріп, шабыттанып бір жағынан, және осындай қазақтың ұлттық әнін, композицияларын естіп келе жатырмыз. Және осы ансамбльдің өнерлі ұжымның көркемдік жетекшісі дәл қазір көріп тұрсыздар. Бақыт Шөкебайұлы. Тамаша, тамаша. Бұл балақайлар, айтып кетейін, негізі бірінші рет емес осылай халық арасына шығып, өнер көрсетулері. Сондықтан да мінекей, өз-өздеріне сенімді, өте рухты. Ой, тамаша! Шапалақтаймыз ба? Қала қонақтары, астаналықтар мінекей дәл қазір енді өздерінің діттеген жерлеріне жету үшін дәл осы көлікті таңдап тұр. Және жолай сіздер осылай әдемі көңіл күйлі сыйлап жатырсыздар, солай ғой аға? Өздеріңіздің көңіл күйлеріңіз қалай? Жақсы, біз мынау халыққа бағанадан бері көңілдерден шығып, епсіне болса да бәрінің көңілін халыққа бір жақсы көңіл күй сыйлау керек. Мынау Астананың төрінде, мынау Сарыарқаның төріне Құрманғазының Сарыарқа күйімен бастап, Құрманғазының балбырауын, адай, сонымен көңілдерін көтеріп бере жатырмыз халықтың. Қанша бала бар осы ұжымда? Енді менің өз балаларымның бәрі 80 балаға дейін бар. Қаныш Сәтпаев атындағы мектеп-лицейі, соның 80 бала бар өзіме келетін. Ал дәл қазір бізбен мінекей бірге 30 шақты бала келіп тұр, 30 шақты бала келіп тұр. Бүгін мынау ойнап, бәрі халыққа көңіл күй сыйлап жатырмыз. Алдында да бір болдық осындай көңіл күй сыйлап, көңілдерінен шығып, мынау енді балалардың көңіл күйі де көтеріледі. Халыққа еттеп болса да көңіл күй көтеріп, мына балалар несі болды, бәрінен сонда бір қуаныш сыйлап жүрген мен үшін үлкен бақыт деп ойлаймын. Менде бір идея бар, қазір сұхбаттасамыз ғой, сұрақтарым бар өзіңізге жолдайтын. Бірақ балалар сүйемелдеп отырса, кішкене сондай бір жанды лайв форматта болсын. Шамалы кішкене, ал не орындаймыз? Балалар адай Құрманғазының жандандырып. Тамаша. Аға, сіздердің негізі мына ұжымдарыңыз, қателеспесем 5 жылдай, 5 жылдай уақыт болып қалған екен, сіздердің қосылғандарыңызға? Біз 2014-тен бастап қалыптастық. Дүниежүзілік ойындарына болдық Түркияда. Осы Астана қаласы бойынша профессионалдық коллективтермен бардық. Бұл мектепті үйірме, қазақтан үйірме деген дүниежүзілік ойындарына бару үшін болған. Алып елдің президенті болды 2022 жылы Түрксой несінен. Бұл кезде балалар жақсы орындаушы деген не алды? Маған төсбелгі берді ең алғашқы кезде. Тамаша жетістік негізі, өнердің бағалануы тамаша жетістік. Үлкен жетістік әрине. Енді одан кейін жыл сайын бізде Олимпиада сияқты шаттық деген болады қалада, Астана қаласы бойынша. Сол шаттықтан алтын аламыз. 5 жыл қатарынан балалар алтын алып келе жатыр. Халықаралық конкурстарға қатысамыз. Сондай деңгей. Өзіңіз мектепте ұстаз болып қызмет етесіз? Өзім енді Қаныш Сәтпаев атындағы мектеп-лицейі бар. Енді бізде мектебінің басшысы болашақты бітірген Ернұра ханым деген сол кісі мектебінің басшысы, мектеп-лицейінің директоры. Сол кісінің қолдауымен және бір жағынан мынау өнер студиясы, мынау Жолдан Қорғымек өнер студиясы бар. Олардың қолдауымен осындай концертмен жүріп, солай концерт беріп келеміз. Тамаша. Ал осылайша мінекей қаланың ішіне шығып өнер көрсетудің мақсаты қандай сонда? Мақсат халыққа қуаныш сыйлау. Мына балалардың үйренген халыққа паш